Өз жерімізде өтіп жатқан жарыстың маңыздылығын бір ұқса, бас бапкер Ақылбай Манкеев ұқты. Бұған дейінгі додада алдына қара салмаған тас тақым шабандоз енді ізіндегі інілеріне басшы болды. Дегенмен, бас бапкерлікті қолына енді алған Ақылбайға да күмәнмен қарағандар көп болды. Бұның ақпан айында бірінші бір оқу жаттығу жиыны болды. Бізде осы Төле би ауданында өткен, оған қонағымыз келмеді. Сол жерде мен бірінші сол жерде жұмысын бастадым. Ол осы көшпенділер ойынының бірінші оқу жаттығу жиыны болады. Қатты сенген, өзім сенген шабандозым, мысалы Құрманбекпен кім болды, Абылайхан болды, сөздің ашығы сол екеуі айтып сүйрейді алға қарай деп. Аллаға шүкір ол екеуі сенімімізді ақтады, сүйреді. Сол екеуін жаттығуда да айтыр, травма беріп алмай аман есен сол көшпенділерге жеткізейік деген ой болды негізі сөздің ашығы. Бірақ сенімді ақтады, басқа жігіттерге де айтыр, Алла разы болсын. Барын салды ғой бәрі. Көкпар мен көкбөрінің тізімін біз 4-5 күн қалғанда ғана бердік қой. Оған дейін бере алмадық сөздің ашығы. Ұстап отырдық. Өйткені аты мен шабандоз екеуі ыңғайлы, сол екеуін қосу үшін аяғына ұстап отырдық. Соңғы күндері көкпар жақты күшейтуге тура келді. Сөйтіп айтыр, ел болып кішкене үлгердік қой әйтеуір. Қырғызға кішкене қарсы тұруға, қырғыз ағайындарға. Енді ойынды көрдіңіздер, оңай ойын болған жоқ. Мен жігіттерге айтып отырмын, жігіттер бұған жету үшін жұрттар 15-20 жылда еңбек жасап жете алмай жүрген адамдар бар қаншама. Сендер бір жарыстан әйтеуір жетіп жатсыңдар.